Ассаламу алейкум достар, менің Мими Татылар каналыма қош келдіңіздер. Күзгі соғым уақыты біз өзімізге қашар сойған болатынбыз. Сол қашардың ішек жолдарын қалай тазалаймыз, сол лайфхакпен сіздерді бөлісуді жөн көрдім. Ішектерді жақсылап бір-екі қайтарып жуып, оның үстіне сұйық майымызды құйып 1 сағатқа қоямыз. 1 сағаттан кейін міне қараңыздар, результаты қандай, өздеріңіз шок боласыздар. Бұл лайфхак маған қатты ұнады. Міне қарап жіберіңіздер, өте тап-таза әппақ болып шықты. Және тағы бір лайфхак бар. Бұны салқын суға салып, үстіне тұз сеуіп, бір түнге қалдырасыздар да, келесі күні жуып алсаңыздар, ішектеріңіз әппақ тап-таза болады. Міне қараңыздар, қалай бөлініп жатыр, ластығы қалай алынып жатыр. Бұны енді тек қана салқын сумен жуып алсаңыздар, ішектеріңіз әппақ болып шығады. Міне көрдіңіздер ме, видеода көрініп тұр, қалай лас болып шыққаны, лас суы бөлінді. Міне көрдіңіздер ме? Енді шегімізді жақсылап салқын сумен 2-3 қайтарып жуып алсаңыздар, ішектеріңіз әппақ тап-таза болады. Сіздерге көрсетіп жіберейін. Міне қараңыздар, шегімнен қалай бөлініп жатыр ластығы. Әппақ тап-таза болды. және де менің каналымның дамуына үлес қосып, лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдырып кетіңізді өтінемін. Результаты керемет.